достастары пәр ел менен жылдарда тұрады ғой әлем деген. Бүгін күніне келген қонақтарға жиынымыз бастасын сәлемменен. Армысыздар апалар, армысыздар ағалар. Міне, бүгінгі біз дәстүрімізді жалғайтын, дәстүрімізді насихаттайтын ұлттық құндылықтарымыздың бірі қазақтың ұлттық аспабы домбыра жайлы айтатын боламыз. Бұл домбыра атадан мұра болып келе жатқан аспабымыз, қазақтың төл аспабы, ұлттық аспабы. Бұл домбыраны кезінде атамыз әкемізге үйреткен, әкеміз маған үйреткен, енді мен өзімнің қызыма үйрететін боламын. Домбыра ұнайды ма саған? Иә. Және де бұл домбырамен кезінде ұлтымызда әртүрлі жағдайларды бейнелеген, осы домбыраның аңыз әңгімелерде осы домбыраның арқасында өлімді, жаңағы қуанышты, қайғылы жағдайларды жеткізетін болған, соғыс кезінде және дау-дамай туған кезде, сондай кездерде осы домбыраның көмейімен, осының әуенімен жаңалықтарды жеткізіп отыратын болған. Бұл домбыра аспабымен қатар тағы да қазақтың ұлттық аспаптарының бірі сазтырнай аспаптары бар, жетіген аспабы бар, қобыз деген аспаптары бар. Жалпы бұл ұлттық аспаптар біз әр қазақтың баласы бұны білу қажет. Әр үйде қазақтың қара домбырасы ілініп тұру керек. Әр қазақ осы домбыраны шерте білу керек, ойнай білу керек. Енді біз қазір мына домбыра жалпы төкпе күй, шертпе күй болып бөлінеді. Солардың ішінде ортеке циклды күйлер болады. Бұл ортеке дегеніміз кезінде қазақтың ерте заманда қуыршақ театрына қолданған, яғни балаларға арналған. Қазір енді осыны ортекені пайдалана отырып бір күй ойнап берейік. Иә.